Достың жолы. Ауыл естеліктің мекені. Шаңғы мен шананың ізі қалған ескі белес. Терек астында тербеліп отырған бала күнгі арман. Бәрі де осы шағын мекеннің ішінде қалған. Ержан мен Мақсат сол ауылдың ең тату, ең ширақ екі досы болатын. Таңмен таласа тұрып, шабадан арқалап, балық аулауға кететін. Кешкісін ауыл сыртына шығып, жұлдыз санайтын. Жазғы кештерде екеуі талай сырласатын. Сол бір сәтте айтылған бала армандардың ішінде бір ғана ортақ тілек бар еді. Бақыт. Біз де адам боламыз. Қаладан оқып жұмыс істейміз. Үлкен үй, әдемі көлік, бәрі болады деп Мақсат ерекше сеніммен айтатын. Ержан күліп, иығынан қағатын. Ең бастысы достығымыз аман болсын, қалғанның бәрі табылады. Жылдар өтті. Арман мен шындықтың арасындағы көпірді тағдыр өзі салды. Мақсат қалаға оқуға түсіп, бай әулеттің қызымен көңіл жарастырды. Жастықтың буы мен дүние қоңыздықтың қызығы оны басқа арнаға бұрып әкетті. Көп ұзамай бизнестің бел ортасында жүрді. Сәнді киім, қымбат көлік, зәулім үй, барлығы да қол жетімді еді. Ал Ержан ауылда қалды. Педагог мамандығын таңдады. Мектепте жұмысқа орналасты. Уақыт өте келе, ауыл қызы Маржанға үйленіп, шағын үй тұрғызып алды. Балалары ер жетіп келеді. Үйде әрдайым бір жылылық, бір мейірім сезіледі. Мақсат әр демалыста ауылға келуді әдетке айналдырды. Бірақ туған жерде емес, Ержанның үйін сағынатын. Ержан мен Маржанның отбасында өзара түсіністік пен мейірім бар еді. Балалары үйге кіргенде, әке, қайтып келдіңіз бе деп мәз болатын. Маржан ас үйде шайын қойып, күйеуіне жылы жымиып қарайтын. Мақсат осы көрініске үнсіз көз тастайтын. Іштей тынып, неге менің үйімде бұндай тыныштық жоқ? Неге мен жанымда жүрген әйелге еркін күле алмаймын деп ойланып отыратын. Айгүл оның жары, сырттай мінсіз, әдемі, ақылды, білімді. Бірақ Мақсат оған жүрекпен жақын бола алмады. Басында ақшаның, болашағының буымен үйленіп еді. Көп жыл бойы өзін алдап, сүйіп жүргенде кейіп танытты. Бірақ уақыт бәрін ашты. Айгүл болса, нағыз жар болуға тырысты. Тамақ, үй, балалар бәрін өзі реттейтін. Күйеуінің көңілінен шығуға бар күшін салатын. Бірақ оның жүзінен суықтық пен бейтараптықтан басқа ештеңе көрмейтін. Ол мені жақсы көрмейді. Бірақ мен оны жақсы көремін деп Айгүл іштей жылайтын. Мақсаттың жүрегінде бір ғана есім өмір бойы сақталып келді. Аружан. Олар студент кезінде танысты. Аружан пәтерде тұратын. Жалғызілікті, текті, отбасынан шыққан сабырлы, кітапқұмар қыз еді. Екеуі бірге кітапханада отырып армандармен бөлісетін. Бір-бірінсіз үнсіз түсіп, көзқараспен сөйлесетін. Мақсат оны сүйді. Аружан да шын ғашық болды. Бірақ тағдыр бір бұрылыс жасады. Мақсат өмірін өзгертетін ұсыныс түсті. Бай әулеттің қызына үйлену, бизнеске жол, жеңіл өмір, абырой мен қаражат. Ол сол таңдады. Аружанның аяғы ауыр болатын. Ол Мақсатқа барып, мені тастама, біз сәбилі боламыз деді. Мақсат, Аружан, сен ақылды қызсың, мен саған сенемін. Менің болашағыма балта шаппа деді. Қолына ақша ұстатты. Аружан үнсіз кетті. Көз жасын көрсетпей, ар намысын сақтап қалды. Бірақ Мақсат оны ұмытты деп ойлаған. Жылдар өткен соңда, әр бос уақытында сол бір нәзік жан есіне қайта оралатын. Қаланың бір бұрышында пәтер жалдап, қарапайым қызмет атқарып жүрген Аружанға сырттай көмектесе бастады. Бай досы арқылы жұмысқа орналастырды. Пәтерінің жарты ақысын өзі төлеп тұрды. Бірақ Аружан мұның бәрін Мақсат екенін білмейтін. Бір күні батылданып Мақсат Аружанмен кездесуге барды. Қымбат мейрамхана емес, ескі бір кофеханада. Көзінде өкініш, жүрегінде алапат сезім. Мен сені ұмытқан жоқпын. Мен тек адастым. Әйеліммен тек балалар үшін тұрып жатырмын. Махаббатымды саған қалдырдым. Мүмкін кес емес шығар. Аружан оның көзіне тіке қарап, Мақсат, мен сені жақсы көргенмін. Бірақ сен мені таңдамадың. Енді маған жанашыр емес, сенімді серік керек. Өткенге қайта оралмаймын. Мен сені кешірдім. Бірақ енді ешқашан бұрынғыдай болмаймыз. Мақсат үнсіз қалды. Үміт үзілді. Сол сәтте бәрі анық болды. Өткенді қайта қайтара алмайсың. Үйге келгенде Айгүл тағы да оның алдынан күлімдеп тұрды.
кешкі асын дайындап, балаларын киіндіріп, бәрін реттеп қойған. Сен шаршап келдің, жүр жуын, тамағың дайын, деді жұмсақ үнмен. Мақсат басын изеді. Бірақ оның ішінде бір кеңістік бар еді. Айгүлдің бар жақсы көргені бос қабырғаға соғылғандай әсер етеді. Айгүл түнде оянып жылап жатты. Ол енді күйеуінің жанында болса да, жүрегінде жоқ екенін сезді. Бірақ балалар үшін үндемеді. Мақсат терезе алдында тұрды. Аспанда жұлдыз көп, бәрі алыстан жарқырайды. Егер мен Аружанды таңдағанда, бәрі басқаша болар ма еді? Айгүлді де бұлай қинамас едім. Енді тым кеш, деп күрсінді. Мақсаттың күнделікті өмірі сырт көзге мінсіз көрінетін. Күндіз директор, кеште отбасының қамқоры, демалыста ауылға барып қайтатын мейірімді ұл. Бірақ ішкі дүниесінде тыныштық жоқ еді. Күнде таңертең айна алдында тұрып өзіне қарап, бақыттымын ба деп сұрайтын. Жауап жоқ, жымию жоқ, тек шаршаған көзқарас. Мейрамхана, шетел сапарлары, бизнес кездесу, бәрі бос көрінетін. Ол күнде Аружанның әлеуметтік желідегі парақшасын бақылап отыратын. Ол күлсе іштей жымиятын, ол мұңайса жүрегі шым ететін. Ал Айгүлге келгенде кінә мен аяныш. Ол әйел өзін арнағанымен жүрегін баулай алмады. Мақсат өз кінәсін мойындайтын. Айгүлге махаббат емес, жай ғана қамқор күйеу болып жүргенін түсінді. Кейде түн ортасында тұрып телефонға қарап отыратын. Аружанға жазғысы келетін, бірақ әріп те тере алмайтын. Мен бұдан артық не істей алам? Мен оны таңдамадым. Ол мені кешірді, бірақ қайта оралмайды. Енді тек үнсіз сүйіп өтем. Ол бұрынғы арманшыл, сенгіш бала емес еді. Бірақ ішінде сол ауыл баласының таза жүрегі әлі тірі еді. Өкінішпен, сағынышпен тығылып қалған. Айгүл сырт көзге мейірімді, сабырлы, ақылды жар. Бірақ оның да жүрегінің түбінде бір тұншығып жатқан мұң бар еді. Күйеуінің жанынан табылып, оған бар жақсылығын арнаса да, шын көңілден шыққан «сені сүйемін» деген сөзді ешқашан естімеді. Кейде кешкі ас кезінде Мақсат телефонға үңіліп отырады. Айгүл үндемейді. Үндемеген сайын іші қопарылып кетеді. Ол бұл үнсіздікті сенімсіздік деп қабылдайтын. Неге мені сүймейді? Неге оның көзінде жылулық жоқ? Мен неге жеткіліксізбін? Деп өзінен өзге миллион сұрақ қоятын. Бірақ сол күйі Мақсаттан жауап алмаған. Түннің бір уағында Айгүл күйеуінің үстінен жамылғы жапқан кезде оның телефонына түсіп кетеді. Жаңа шыққан хабарламадан. Аружан, мен әлі де сенің күлкіңді сағындым деген бір сөйлемді оқып қалады. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Терең дем алып телефонын орнына қойды. Бірақ ішкі тыныштығы мәңгілікке жоғалған еді. Аружан жалғыз бірақ мықты әйел. Ол өмірден ештеңе күтпейтін, енді тек өзін ғана ойлайтын. Өткенге өкпе жоқ, тек бірақ нәрсе мазалайтын. Мақсат мені шын сүйді ме, әлде тек қол жетпеген сезімге ғана құмартты ма? Ол өзі де оны ұмытпағанын білді. Бірақ бір-біріне бақыт сыйлай алмайтын адамдардың қайта қосылуы екі жаққа да қасірет екенін айқын сезінді. Сол себепті Мақсаттың көмектерін білді де үнсіз қабылдады. Бірақ ешқашан жауап жазбады, ешқашан сезім қайтармады. Бір күні Мақсат ауылға келді. Ержан, досым, бәрі жақсы сияқты, бірақ көзің суық, не болды деді. Мақсат бірден жауап бере алмады. Көзін төмен салып, терең күрсінді. Ереке, мен бір қателік жасадым, өмірімді жайлылыққа айырбастадым. Бірақ жүрегімді жоғалттым, деді сыбырлап. Ержан үнсіз тыңдады. Досының сөзінен мұң мен шарасыздықты анық байқады. Сосын иығына қолын қойып, әлі де кеш емес, өмір түзету үшін берілген мүмкіндік. Бірақ сен ең алдымен біреуге емес, өзіңе шын бол. Әйеліңді алдама. Балаларыңа өтірікпен әке болма. Сен өзіңнің ішкі балаңмен кездеспейінше тыныштық таппайсың, деді. Мақсаттың үйі зәулім, сәнді бірақ суық. Онда шат күлкі сирек естіледі. Балалары әкесінен алыстап кеткен. Айгүл үндемейді. Ол енді сұрамайды, тек бақылайды. Мақсат бір күні терезеден қарап отырып, баяғы ауылдағы сәттерді еске алды. Ержан екеуі қыр үстінде жүгіріп жүрген, Аружанмен кітапхана алдында шәй ішіп отырған, бәрі сондай шынайы еді. Ешқандай бояусыз. Мен не жоғалттым? Неліктен мен өмірімнен қорқамын? Көзінен бір тамшы жас сорғалады. Бір түнде бәрінен шаршаған Мақсат Аружанға соңғы рет хат жазды. Аружан, мен саған бақыт тілеймін. Менің өмірім, өзімнің таңдаған қателігім.
Сен менің шын жүрегімде қалған жалғыз адамсың. Бірақ енді мен сенімен емес, өз ар-ұятыммен өмір сүргім келеді, кешір. Содан соң Айгүлдің бөлмесіне кіріп бірінші рет шын жүректен: кешір мені, мен сені ренжіттім. Жүрегімде үміт те, өкініш те бар. Бірақ енді өтірікпен өмір сүргім келмейді. Саған шын адал болуға тырысам, тек мүмкіндік берші, деді. Айгүл жылап тұрды. Ол күтпеген еді. Бірақ бұл үміттің оты. Мақсат алғаш рет ішіндегі аласапыранмен бетпе-бет келді. Ол енді бәрін сыртқа жаппай, өз ішіне үңіле бастады. Ең алдымен шындықпен өмір сүруді үйренді. Айгүлге күн сайын жылы сөз айтуды, балаларын еркелетуді әдетке айналдырды. Алғашында ол бәрін жасанды сияқты сезінді. Бірақ уақыт өте келе жүрегі жұмсара бастады. Айгүлдің күлкісінде жылу бар екенін, балаларының әрбір сөзінде махаббат бар екенін аңғарды. Бір күні Айгүл жанына келіп: сен маған енді шын жақынсың. Бұрын сенің көлеңкеңмен ғана өмір сүрдім. Енді сен менің қасымдасың, деді. Мақсат үнсіз құшағына алды. Сол сәтте алғаш рет өзінің өмір үшін күресіп жатқанын сезінді. Аружан бір шағын орталық ашып, балаларды шығармашылыққа үйрете бастады. Өзі тәрізді жалғызбасты аналар мен қиын тағдырлы қыз-келіншектерге көмек көрсететін ұйым құрып, қоғамдық іспен айналысты. Ол Мақсаттың соңғы хатын сақтап қойған. Оқыған сайын көзінен жас аққанымен жүрегі тыныш болатын. Өйткені ол енді өзін шын сүйе білетін, өзіне жеткілікті жанға айналды. Бір сұхбатында тілші сұрап қалды: өміріңізде өкініш бар ма? Аружан күлімдеп: өткенге өкпем жоқ, өйткені дәл сол өткен мені мықты етті, деді. Көктемде ауылға тағы да демалысқа барған Мақсат Ержанмен тағы жүздесті. Қол ұстасып, ұзақ құшақтасты. Бұл жолы Мақсат өзгеше еді. Көзі ашық, жүзі жарқын, ескі досына шын ықыласпен қарады. Ереке, сенің мейірің мен сабырың мені құтқарды, деді. Ержан иығынан қақты. Ең бастысы, сен өзіңді жеңдің. Енді қалғаны өмірдің өзі алып кетеді. Олар ескі үйдің жанында отырып, шай ішіп, өткен күнді еске алды. Енді бұл екеуі тек өткенге өкпе емес, бүгінге шүкір етіп отырды. Мақсат өз үйіне қайтқанда алғаш рет жүрегін сағынышпен емес, сеніммен соқты. Балалары алдынан жүгіріп шықты. Айгүл есік алдында күлімдеп тұр. Қош келдің, деді жай ғана. Мақсат оған қарап тұрып, бір ғана нәрсені түсінді. Бақыт қымбат үйде емес, шын қабылдайтын жүректе. Жылулық өткенде емес, кешірген жанның құшағында. Ол өзінің шын өмірін енді бастады.